Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте прям жұмсақ, тестісі да жұмсақ болып шығатын қожелі мантының рецептімен бөлісемін. Мен осындай әдейі кішілеу қылып жасадым. Тойымды яғни балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен ұндаламыз, яғни мантымызды илеу үшін ұндаламыз. Азғантай шым-шым тұз салдым, яғни бір қасықтың жобасындай. Жарты қасық салсаңыздар да болады. Сосын бір жұмыртқаны жарып, оны да салдым. Өстіп азғантай қолыммен араластырып алдым да, одан кейін қамырымызды, суымызды, яғни жылы суға қамырымызды бастыра бастаймыз осындай қылып. Кейін мен қолыммен осылай азғантайлап су құйып отырып қамыр бастыра бастадым. Қамырымыз кәдімгі мантының қамырындай қылып, қатты қылып бастырасыздар. Бастырған кезде мен азғантай су алып, сол жылы сумен бастыра бастадым. Ұнды еліктен өткізіп алуға да болады, өз қалауларыңызға байланысты. Осылай мінекей қамырды бастырып алдым. Бұны енді қойып қоямын, тындырып аз уақытқа. Оған дейін начинкамызды дайындап аламыз, яғни салатын. Мен фаршты сиыр етін блендерден өткіздім, және бір бас жуаны да блендерден өткізіп, осылай тұз салып, бұрыш салып араластырып атырмын. Яғни араластырып аласыздар. Яғни мен бір жарты килограмм фаршқа, жарты килограммнан көп даже, соған 1,5 бас пияз салдым. Сөйтіп араластырып қойдым блендермен. Одан кейін тынып тұрған қамырымызды мінекей аламыз. Осы қамырымызды өте жұқа қылып тұрып ысамыз. Яғни қамырымыз біздің жұқа болып шығуы керек ысқан кезде. Өте прямо ар жағында ұстаған кезде қолдарыңыз көрініп тұратын сияқты жұмсақ болғаны дұрыс қамырларыңыздың. Мінекей осылай барлығын жайып аламыз. Қамырымыздың өте жіңішке қылып, мантының қамырындай қыламыз қамырымызды. Содан кейін барып оны кесе бастаймыз. Яғни мен шағын қылып кестім, үлкен қылмадым мантымды. Балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін шағын қылдым. Яғни негізі бұл мантыны үлкен болып жасайды екен, бірақ мен мантыны кішілеу қылдым, яғни жеуге ыңғайлы болу үшін. Осылай барлығын ұзыннан бір кестім. Одан кейін тағы да 4 бұрыштылап, тағы да ортасыларынан бір кесіп шықтым мантыға салатындай қылып. Барлық дайындаған қамырларымызды осы столдың бетіне жайып шығып, біртіндеп бәрін жайып шықтым. Содан кейін барып дайын салмамызды қалай жайып салу екен көрсетемін. Яғни қамырымның бәрін жайып алайын. Мінекей осындай қатты үлкенде болған жоқ, шағын, яғни орташа болды деп ойлаймын қамырым. Осылай болғаны дұрыс деп. Енді жаңағы дайындап алған фаршымызды осылай қамырын аздан, яғни жұқалап, жағып отырып саламыз. Мінекей осылай жағып отырамыз. Бір жақсы жер болған көпте фаршта кетпейді екен. Яғни бұл жаңағыдай өте бір экономичный десе де болады, манты болып шығады. Сол үшін фаршымызды қамырға жағып, осындай қасықпен болса да жағып қоямыз, жіңішкелеп. Менде енді қатты майлы болмады. Негізі майлы болғанда жақсы. Фарштың манты прям күшті болып тұрады. Менікі қатты майлы болмады, бірақ жуаны қостым. Мен жуа қосып блендерден өткізіп алдым, өте ұсақтап. Яғни немді де, жуамды да өте ұсақ қылып блендерден өткізіп алдым, айдалап. Осылай барлығын мінекей видеода көрсеткендей қылып барлық фарштарымызды қамырымызға жағып шығамыз. Немізге мінекей осындай болып шығады мантымыз. Одан кейін кәдімгідей манты сияқты екі жағын бір-біріне қосамыз. Содан кейін екінші жағын, төрт жағын бір-біріне қосамыз да қойып қоямыз. Яғни манты болып, міне осындай болып шықты. Менікі кішкентай, өзім сол әдейі ыңғайлы кішкентай қылып алдым, жеуге ыңғайлы болсын деп. Барлығын осындай қылып жасап шықтым. Енді сіздер үлкен қылып жаймасын, үлкен қылып жасасаңыздар болады. Солай жасауға да болады. Енді манта баркімізге осы майды жағамыз, түбіне жақсылап, жанына, барлығына осы щетканың көмегімен жағып шығып, мантымызды салып отырамыз. Мантымызды салғасын, мантының қамырдың бетіне тағы да май жағамыз. Одан кейін келесісін саламыз. Өстіп әр қайсының бәрін салған сайын мантына майды жағып отырасыздар. Өйткені
бұл біздің мантымыздың бір-біріне неғып қалмасы үшін, жабысып қалмасы үшін, сол үшін осылай майды жақсылап тұрып жағастыр барлығының ортасына. Каждый мантыны, әр мантыны салған сайын осылай барлық нені жағып отырамыз, сұйық майды. Сол кезде біздің мантымыз жабыспайды. Мінекей осылай бірінің үстіне бірін салып шығып жатырмын. Мінекей бұл осылай салып шықса да арасына май жағылғасын жабыспайды екен. Енді бір бас нені алып, сәбізді алып, мен үкіштен өткізіп, осындай начинка жасадым, яғни жуа қосып начинка жасадым. Мінекей қамырымыз өте күшті үлбіреп тұр, мантымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.